жасқа келгенше жақсы өткіздік пе? Жаман өткіздік пе? Әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре-көре келдік. Енді ел ортасы жасқа келгенде қажыдық, жалықтық. Еткен тірлігіміздің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қорлық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізде қайтып, қалай қылып өткізбекпіз? Осыны таппай өзім де қайғырамын. Ел бағу? Жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, немесе албырт көңілі басылмаған жастар бағам демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу? Жоқ, баға алмайын. Балалар өздеріне керегін өздері бағар. Қартайған шағында қызығын түгел көре алмайтын ұры, залым, сұраншықтардың асығын бақып берем деп енді қалған өмірімді қорлар жайым жоқ. Қылым бағу? Жоқ. Қылым бағарға да қылым сөзін түсінетін адам жоқ. Білгеніңді кімге айтарсың? Білмегеніңді кімнен сұрарсың? Елсіз күнсіз де кездігін жайып қолына кез алып отырғанның пайдасы не? Мұңыңды айтып, шеріңді тарқатар адам болмаған соң қылымда өзі бір тез қартайтатын күйік қой. Сопылық қылып дін бағу? Жоқ, оған да тыныштық керек. Не көңіліңде, не көрген күніңде тыныштық жоқ. Осы елге, осы жерге сопылық не керек? Балаларды бағу? Жоқ, баға алмайын. Бағар едім, қалай бағудың мәнісін де білмеймін. Не болды бағам? Қай елге қосам, қай қарекетке қосайын? Балаларымның ілгері өмірінде алған білімінің пайдасын тыныш көретін жайда тапқан жоқ. Не деп бағам? Бұны да ермек қалмадым. Ақыры ойладым. Ойыма келген сөздерді жаза берейін. Ақ қағазбен қара сиян ермей кетейін. Біреу керек сөзін тапса жазып алсын. Я оқысын. Керек емес десе өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыны ермей кеттім. Енді бұдан басқа жұмысым жоқ. Жүрегімнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын мұны дойла. Соқпақсыз, соқтықпалы жерде тудым, мыңмен жалғыз алыстым кінә қойма.